Сәлеметсіздер бе, құрметті көрермендер? Бүгінгі тақырыбымыз мама неге құртты жақсы көреді? Мама жақсы көргеннен кейін біз де жақсы көреміз. Бұл тұнып тұрған кальций дейді ғой, қазақ деген білген ғой тамақтары. Мұнда бізден үнемі тары, жент, сармай үнемі болады дастарханымызда. Енді мына мама құрт туралы әңгіме айтып берші, құртты қалай жасайсыздар? Енді мен бала кезімде мамаларымның жасағанын көрдім, бірақ көп құрт жасағанын көрген жоқпын енді. Шынымды айтайын, нағашы апам жасады. Иә. Біздер ауылдық жерде тұрдық. Сиырымыз бол, сиырымыз сүтті бол. Bir сауғанда бір шелек сүт береді. Содан менің анам болды, ата ақыл, мен 2 класста мектепте мұғаліммін. Апам сепаратты тартады, сүтті ұйтады, шелек айран, сосын оны қапшыққа құйып сүзеді. Сар су ағып кетеді. Содан кейін оны қайнатады, қазанға салып, қайнатып, әбден қоюланғаннан кейін дұрыс салып, жаңағы құрт қылады. Оны кептіреді, бетін марлымен жабады. Ал осы уақытта сауысқанмен торғай қаптап кетеді үйдің айналасында, құртты жеу үшін. Сосын ол құрт дегендігі дұрыс салады. Әбден кептірген кезде сосын шай ішеміз рахаттанып отырып. Ал негізі құрттың пайдасы өте көп көрінеді. Біз енді соңғы уақытта құртты бағалап жүрген жоқпыз ғой, қалада тұрғасын, сиыр жоқ, тек сатып анда-санда жейміз. Негізінде құрттың пайдасы өте көп екен. Біріншісі, ол құрттың пайдасы тұзы бар құрамында. Сол тұз мына ауыз қуысындағы бүткіл микробты өлтіреді. Ауызға ешқандай ауру жібермейді. Сонымен қатар асқазанның қорытуына пайдасы бар. Және де мына таңдай деп баспа дейді ғой, таңдайы, балдардың таңдайына бір нәрсе, бір томпақ шығады ғой, сол томпақ шықпасын күніге 3-4 құрт жеу керек көрінеді. Сонда ананың дұзы ана баспаны алып тастайтын көрінеді. Көрдің бе? Ал сол пайдасының, ал ондың құрттың құрамында лейкоцитилин деген несі бар екен. Жаңағы өзің айтқан, ол кальций, кәдімгі жаңағы тазартады, бактериялар тазартады екен. Сонымен қатар құрттың құрамында баспаны жеңілдету үшін, әр уақытта асқазанды жақсы қорыту үшін құртты 2-3 түйірден күніге жеп тұру керек. Мына жолға шыққанда да қалтасына құрт алып шығады ғой. Сонда ол шөлдемейді, қарны ашпайды. Көрдің бе? Оның қандай пайдасы бар екенін. Ал біз оны біле бермейміз ғой, мына кітаптан оқып, ақыл кеңестен тыңдап білгеніміз. Енді біздің уақытымызда құрт көп болды. Айран көп іштік. Біздің үйдің сиырының, сар сиырдың сүт ай дейтін еді. Қазір дүкеннен әкелген сүтті тез жоқ қыламыз ғой. Сонда сар сиырдың сүт таусылды ма деп мені мазақ қылады балдар. Мазақтайды. Келемес деп. Керемет сүтті болды, өзі қойы болды. Сол сиырды кетерде 50 мыңға жырында сатып кеттім. Пенсиямды алмадым, аударған жоқпын. Мен сағынып елді, 26 жыл тұрған елді сағынам ғой. Келіп, сол пенсиямды алғанда, жаңағы сатқан мұғалім келіншекке, шалқардың қызы, 5000 сом алып кетем. Сөйтіп 10 ай, 1 жыл пенсиямды қатынап, жаңағы қызға 5000-нан алып отырып, қазір көргенде рахметін айтады. Апа, рахмет, сол сіздің сар сиырыңыз бізге қаймақ, май болып
бала шағамды асырап отыр дейді. Әлі да сіз. Әлі соның тұқымы. Тұқымы Тұқымы. Ол күнде жылда тумайды. 4-5 жылда ұрғаш туады, қалғаны еркек туады. Россияның сиыры. Атаң бая Ашсайда тұрғанда Россиядан әкеліп, соны біз қалдырмай өзімізбен машинамен көшіріп жүрдік. Мама, осы құрт, дұрыс айтасыз, қаншама пайдасы бар. Мен ағылшын елінде жүргенде жаман сағынатын едім. Сосын Қазақстаннан әйтеуір келетін адамдар бар, сол қазақ отбасылары бар, ағылшында. Соларға алып келетіндер бар. Содан көрсек бір түйірінің өзін алып қойып, бір тістеп, қалтамызға салып қойып, жаңа өзіңіз айтпақшы, жолға шығып сөйткенде бір тістеп, солай сағынып жүрдік. Мына құрттың қадірін сол кезде білдім. Енді мен көбіне енді сізде бізде молғым, ама біз анда-санда жемейміз ғой, постоянно тұрады ғой біздің үйде. Енді мен осы сіз жеген сайын мен де жейтін болдым құртты. Сосын айтам, маманың денсаулығы шүкір Алла, жаңағы баппен шай ішіп, сөйтеді. Мына құрттың бір несі бар-ау деп. Сосын құрт суда ішкізеді ғой мама. Су. Енді шөлдеп су ішесіз. Жақсылап. Мейіріңіз қанат деген сияқты. Құрметті көрермендер, құрт туралы сіздердің ойларыңыз, құрт тағам туралы, жалпы оның ағзаға пайдасы, тағы да біз білмейтін қандай да бір жақтар болса соны айтып, жазып отыруларыңызға болады. Негізінен сіздер қазақай тағамдарды тұтынасыздар ма? Тұтынсаңыздар қай түрін? Біздің үйде айтып отырып қой, бәріміз де ауылдан шыққанбыз. Менің өзімде сол тарыны жақсы көрем. Жентті мен жармадан жасалынған мама, жентті. Оны таңдап жейміз. Ол да дәмді. Жаңағы кейбірде өзіміз отыра қалып шай ішетін болсақ, тездетіп осы тағамдарды тұтынып отырған жақсы көреміз. Жалпы бәріміз ауылда өстік қой. Біздің үйде де солай. Мамам айтып отырмын ғой, біз кішкентай кезімізде ауылда тұрдық. Сосын қалаға көшіп келдік. Қалаға көшіп келгенде енді бір ғана сиыр ұстап, оның алдында мама да бір 10 шақты сиыр ұстап сауды. Ол кезде мен кішкентаймын, ол мал жаққа жаламайтынмын. Бірақ үйдің тіршілігін қатыратынмын енді. Кенже балалығы болғасын. Сол кезде мама деген құрт жасаған жоқ мама, кәдімгі тартат, қаймақ, жаңа мама творог жасады. Творог жасайды да, мына менің осындай қылып дастарханда байқап жүрсеңіздер, мен молынан қойған жақсы көрем. Осындай ыдысқа кәдімгі ортамызға творогты, үстіне деген 1 литр қаймақ құйып жібереді ғой. Дым аямайды мама. Сосын қалай жемейсің? Творогты жаймен жедік біздер. Біздің мына тістеріміз, біздің бүкіл семьямыз, отбасымызбен бізде деген тістеріміз әппақ сол күйінше тұр ғой. Мен ойлаймын сол творогтан ба деймін. Мамам деген тек обязательно творогтан. Сосын көкеміз, үлкен апа атайымның үйінде де үнемі завтраққа үнемі творог жейтінбіз. Осында келгенде мен творогты үзбеймін деп айтуға болады, бірақ мама көп жақсы көрмейсің сен. Әуелде бар болды ғой. Әбден жеп шықтық қой. Шығасың, жеп шықтық қой. Мен ана асқарларға шелектеп айран беріп жүргенде енді әкелмеш деді ғой. Енді көп болғасын ғой. Сосын папаң алғанда, о шелектегі айранды мен болсам істей алмайын, алып кетіп көшеге сатып жіберген. Тек сол ойда бір шелек айранды алғанда кеткен. Айран болғанда қандай? Кәдімгі қаймақ сияқты былай. Мен де айттым ғой мама, ол қаймақ айранды. Анда-санда айран өйтіп бергенде, ол менің мамамның технологиясымен. Мамам оған жұмыртқа қосады. Ерекше технологиямен өйтатын еді айранды. Айраны деген кәдімгі қаймақтай. Ал енді бүгінгі тақырыбымызда мама, өмір туралы бір жақсы өлең болса. Енді осы жерде көрермендерім айтатыным мама, үнемі осы біздің каналды ашуымыздың тағы бір мақсаты
Мама үнемі мұғалім болғаннан кейін жазып отырады. Мен көрем, сыртынан қарайым, өзі қалғанда үнемі жазып отырады. Сосын мен ойлайтынмын, әй мамам, жазып жатсың. Ертең оны оқитын, оған оқырманың болса қанекей деп. Ал енді міне қазірде сол жазғандарыңыздың ішінен мама міндетті түрде біздің тақырыбымызға сай жазбаларымыз қалды ғой. Білесіз ғой, қай уақытта қандай тақырыпта жазғаныңызды. Соның ішінен бір жақсы әңгімесін оқып көрсеңіз. Балави қартайған шағында елін жинап алады. Содан сұрақ қояды. Жерден ауыр не, судан терең не, оттан ыстық не, көктен биік не? Осы 4 сұраққа жауап беріңдерші дейді. Жиналған жұрты жауап бере алмайды. Сол кезде Балави былай деген екен. Жерден ауыр дегенім ол ақыл. Судан терең дегенім білім. Оттан ыстық деген өмір. Көктен биік деген ол тәкаппардың көңілі деген екен дейді. Сондықтан да ол тегін айтылмаған. Мама, кешіресің, беріп жүрші, мен мына камераға көрсетіп жіберейін. Міне, құрметті көрермендерім, маманың өзінің жазған барлығы да. Бірінші міне мынадан бастау неке. Бірінші бастаған 80 жасқа кет толғанда, мына бастаған ақсырымнан әкет бергенім міне. Бірдеп бастадым. Раббым маған күш жігер қуат бер. Ақылымды алсаң да есімді ала көрме. Қуатым өз бойымда болғай. Қадірлі қартық бергейсің. Көзімді аштым, аман есен ояндым, денім сау. Таңға жеткізген Аллаға шүкір. Әр атқан таңым үшін, қолдағы барым үшін Аллаға мың да бір шүкір етем деп бастадым. Сосын отбасыма құт береке, балаларымның өміріне көп мереке, әрқайсымызға сабырлық, жүрегімізге иман, дендерімізге саулық, балаларыма аманшылық, бастарына бақыт, Алла тағала бәріне көркі мінез бергей деп тілегенім бар. Сәттілікпен бастау алсын күнім, қуанышпен деніме саулық қуат бере отырып, жазылғай менің жырым дедім. Бұл 80-ші жылы басталған ақсырымның әкелген несі. Енді өмір туралы. Өмір деген өте қатал ұзақ жол. Ішіндегі жаны таза адал бол. Сүйе де біл, көре де біл, сене біл. Өмір деген қиын, оған төзе біл. Өмір теңіз, сонда шебер жүзе біл. Өмір азап, қиналсаң да төзе біл. Өмір қиял, өмір арман, өмір нұр. Безік кетпей, сол өмірде жүзе бір. Бұл Гауһартас жинағынан алған үзіндім. Адам баласы бақытты, адам баласы басына қонған бақытты білмейді, ұшқанын біледі. Адамды екі нәрсе қартайтпайды. Бірінші жақсы мінез, екінші жақсы сөз. Енді біз қартайып отқанда жақсы мінез, босағаға келгеннен бала кезден қалыптасты ғой. Ендігі қазіргі жақсы сөз. Мына екеуің жұмыстан келгенде жарқырап келсеңдер, мама қалай отсың деп, сонда менің күйеулім кәдімгідей бала ұқсап, жапырақ жайған кәдімгі қалдар ұқсап шалқып кетеді. Ал тұнжырап, шаршап келсеңдер, Алла тағала қуат бер балдарыма, бұл неге ренжіп келді екен, жұмыстары жақсы болғай, ортасы жақсы болғай деп тілегім. Енді бақ кейде тауып қонады дейді, кейде ауып қонады дейді. Егер бақыт тауып қонса, ол адамды есіртеді, есейтеді. Егер ауып қонса, есіртеді дейді. Осы екі сөздің мағынасын түсінесіңдер ме? Сондықтан да Алладан мен балаларыма қонған бақыттың тауып қонғанын тілеймін.
мама осы жөнінде жаңағы кітап оқу білім деп, енді мама да ұстаз, мен де ұстаз, тіпті түсімде мама осы бүгінгі түсімде ертеңгісін оянғанымда бір айналам толғанымен кітап, ана кітапхана кәдімгідей. Соның ішінде айналып жүрмін, тіпті деген басы бар, аяқ жоқ. Неше түрлі кітаптар енді. Соны мен ойлап жатырмын да, үлгере алмай, ойбай, мына кітаптарды менің ойымша мына сол кітаптың бәрін оқу керек екен мен. Қашан оқып бітірем? Соған деген сенің осы бастап жатқан өмірің. Иә. Сосын мен білеймін, мынаны қашан оқып бітірем екен? Мына кітаптарды оқып бітіру керекпін мен деген, бәрін оқу керекпін деп ойлап жатырмын. Келе жатырмын, былай да кітап, былай да былай, сөрелер, әдемі сөрелер. Енді былай дейді ғой, өткен іске қайғырма дейді, жүректен үміт тайдырма, бәрі жақсы болады. Тағдыр уақыт жолында. Уақыт жалғыз жаратушы Алланың қолында. Біздің тағдырымыз Алланың қолында. Өзі Алла қалай тағдыр береді, солай болады. Енді әр уақытта есімізде болу керек мына сөз. Ақыл айтады, бәрі өтіп кетеді дейді. Ал уақыт айтады, барлық жаралар жазылады дейді. Бақыт айтады, жүрек, бақытты өмір сүреміз дейді. Ал естелік айтады, мен сендерге тыныштық бермеймін, естеріңе түсірем өткенді дейді. Көрдің бе балдарым? Сондықтан да осы ойымды былай деп түйіндегім келеді. Бірде ащы, бірде тұщы өмір деген, сәл нәрседен қалады көңіл деген. Сыйластықта болайық, жарық балаларым, мәңгі бақи өмір сүру ешкімге берілмеген. Жақсы. Осы жерден құрметті көрермендерім, бүгінгі тақырыбымыз ұнаса, жалпы каналымыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса қойып, кеңесіңіз міне анамыздан болады. Сау болыңыз.